Осыдан 4-5 жыл бұрын Алланың қалауымен Қытайда болдым. Сөйтіп сол жақта бір жамағатпен жолықтым. Қараңызшы. Ол кісілер айтады, Қазақстанда бір Абдуғаппар деген ұстаз бар екен. Біз оны жаңағы интернеттен тыңдаймыз дейді. Және жылына ақша жинап, ауылымыздан бір адам, екі адамды сол жерге, сол кісінің сабағына қатысуға жіберіп отырамыз дейді, демалыстарда. Сол жақтан бізді оны көру бізге, оның алдында отырып бір уағызын тыңдау бізге арман дейді. Кеше жаназасында болдық, Алланың қалауымен. Еліміздегі жігіттерге Алла разы болсын дегім келеді. Бір жағы. Жаңа жерлеп жатқан кезінде адамдар сеткаға жармасып қайтпайды. Қайтпай тұрды, қимайды, кетпейді. Бірақ екінші түйген ойым, біз тірі күнінде солай іздемедік қой. Тірі күнінде қадірін білмедік қой, алтын адамдардың. Абдусаттар ұстазымыз, Алла рахметін алсын, дүниеден қайтқан кезде ұстаздарымыз айтып еді, ей, қандай адам кетті, қадірін білмедіңдер деген кезде бәріміз, я деп сол кезде түсініп қалып. Бірақ алдымызда барлары да бар еді ғой, қадірін білуге болатын. Солардың да қадірін біле алмай, мен айтам да, ол қабірдің басында сен түнімен тұрғаннан не пайда, сен енді қайтып көре алмайсың. Бірақ өзіміз қараңызшы, шын мысал айтайын. Мына Шымкентке, мына жерге мешітке келіпті десе, екінші Мөлтек ауданда отырып бармай қоя салатын едік қой. Қадірін білмедік қой. Кеткеннен кейін барып, қадірін біліп жатырмыз енді. Абдуғаппар ұстаздың қасында көп жүріп көрдік. Адамдар ойлайды ол кісіні, өте қатал, адамға қатты сөйлейді деп ойлайды. Жоқ, өмірде ол кісі өте жұмсақ. Біздің қасымызда қанша отырды, біз кімбіз ол адамның қасында? Ол кісі бізге сіз деп сөйлейтін. Және бүйтіп айтатын, адамдарға өте жұмсақ болыңдар. Мұсылман бауырларыңа өте жұмсақ болыңдар. Ертең қияметте сұраласыңдар олардан. Олар сендерден ақылар жайлы сұрайды. Өте жұмсақтыққа шақыратын, және өзі де адамдар ойлағандай емес ол кісі. Үлкен, ауыр сөйлегенге ол қатал адам деп ойлайды ғой. Өте жұмсақ кісі болатын өмірде. Алла рахметін алсын. Және де айтарым, бауырлар, әлі егер шынымен осы жолды түсінген болсақ, бір ғалымды жоғалтқанымызды, қадірін енді біліп жатқан болатын болсақ, әлі көзі тірі ұстаздарымыз бар. Солардың қадірін білейік, барайық, алдарында отырайық. Не дейді? Ғалымдардың алдында отырған уақыт сіз үшін қияметте жақсы куәлігінен басқа еш нәрсе болмайды. Тек жақсы куәлікке ғана жарайтын жерлер болады. Бар ұстаздарымыздың қадірін білейік. Әр адамның орны бар. Әр адамның орны бар. Ешкімді мынау кім екен демеңіз. Ол орын босаған кезде білінеді. Қайдан білесіз? Сіз бір ауылда жүрсіз, бір адамды менсінбей қарайсыз. Бірақ қайдан білесіз? Сіз өлерде сіздің аузыңызға сол адам құятын шығар суды. Мен өзім ажал құшып жатқан адамның алдында отырып көргем. Расы. Қараңызшы, өмірде ең қымбат адам кім десе, өлейін деп отқан кезіңде аузыңа су құйып отқан адам бар ғой. Ең қымбат, ең жақын адам сол болады. Өмір бойы араласқан адамдар емес. Ал дүниенің ең қымбаты не болады десеше, анау сіздің аузыңызға бара жатқан қасықтағы су бар ғой. Осы қасықтағы су төгіліп қалмай аузыма келсе екен деп, сіз үшін ең қымбат нәрсе, қазірге қадірі жоқ қасықтағы су болады ең қымбат нәрсе. Қараңызшы, бір қасықтағы судың қадірі сондай болатын болса, еліміздегі болып жатқан індеттен кетіп жатқан талай адамдар, әрқайсысы қадірлі адамдар еді ғой. Бірінің әкесі, бірінің баласы, бірінің бауыры. Қараңызшы, Абдуғаппар ұстаз қайтыс болған кезінде Өзбекстанның жігіттері, Қырғызстанның жігіттері, Россияның жігіттері жылап хабарласып көңіл айтып жатыр. Алла рахметіне алсын, ұстазымыз өте керемет. Мен талай дастархандас болдым. Еш уақытта дүниемен мие ашыған адам емес. Қай жерде отырамыз? Медресенің жұмысы, шәкірттердің жұмысы, қажылық деген нәрсе. Қайтсек медресені көбейтеміз, қайтсек бала көбейтеміз. Мына огородым егіп алсам, бір магазин ашсам деген сияқты дүнияви нәрсе ол кісіден естімеппін мен. Шынымен айтайын да, ол кісінің бүкіл өмірі дінге арналған деп мен айта аламын да. Өйткені мен қасында өте көп жүріп көрген адаммын. Алла тағала осындай ұстазды бізге тағы нәсіп етсін. Шынымен айтайын, ол кісі қатты айтты деп айтуы мүмкін. Бізге сабақ үйретті ғой. Ол кісінің әкесі, Алла рахметіне алсын, ол кісіні былай үйретеді екен. Ей Абдуғаппар, бір Құдайдан қорқуды үйрен дейді екен. Бір Құдайдан қорқып үйрен дейді екен.
Бірақ ол кісі оны өмірінде дәлелдеді. Талай уағыздарда біз өкінішке орай кейбір кезде алдымыздағы адамдарға қарап жаңағы айтуға қорқып, сескеніп отыратын жағдайлар болады. Ол кісі тіке айта алатын, шындықты айта алатын адамдығын. Ондай адамдар өте сирек. Ол кісі өзі айтатын, бізге әкеміз бір Құдайдан қорқуды үйреткен деп, бізге де соны өсиет ететін. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, қандай адам еді. Шындықты бетке айта алатын адам сол кісі тұғын. Әбдісаттар ұстаз айтады екен, Әбдіғаппар, адамдар сені жек көріп кететін болды ғой. Болды, қойсайшы енді, жұмсарсайшы. Сонда ол кісінің айтқан бір сөзі бар екен. Әбдісаттар ұстаз, қарға болып 3 рет шұқығанша, қыран болып 1 рет шұқиында дейді. Бұл кісі шынында да қыран. Арлан адам еді ғой, арлан адам еді ғой. Алла рахметіне алсын. Барымызды қадірлейік. Өлгеннен кейін жылаудың жақсы ғой, дұға қыларымыз, басқа қыларымыз, бірақ өлгеннен кейін өкінгеннен гөрі тірі күнінде әр адамның қадірін білейік дегім келеді. Ұяламын дейді қарауға. Мен оған не айтамын дейді. Не бітіріп келдің деп айтамын. Ал жігіттер, өзіңе сұрақ қой, не бітіріп келдің? Дүниеге қатысты нәрсенің бәрін таңдырдық. Бала шаға үшін өмір сүріп жатырмыз дейміз. Бала шағаң сен үшін өмір сүрмейді. Ойлама, сен бала шаға үшін деп салған там, сен өлгеннен кейін бала шаға бұзады оны, оған ұнамайды ол өзінше өмір сүргісі келеді. Рас қой. Сен дұрыстап соғасың, әкенің балаға мал дүние болмайды. Білім қалдыр балаға. Сол дүние болады. Балаңа Құран қалдыр, Уақиға сүресін қалдыр. Балаңа Құдайдан қорқуды үйрет. Қазір көп жерде мынаны айтып жатыр. Бұлайша мән берілмейтін нәрсе сияқты жігіттер. Көп жерде жүрміз ғой, айта салайық. Үйде қатындарыңа айтыңдар. Қатындарың үйде дастарханда нан артылады ғой, мынандай нандар артылады ғой, мұсырға тастамасын. Байқайсыздар ма, бұдан не болып жатыр? Қазір үйлерде мынандай нандарды сыпырып тастай салады да, өсіп келатқан ананы көріп отқан балдарда мейірім жоқ. Нан жерде жатса алмайды қазір. Өйткені біз бұндай нандарды иттерге береміз. Тексерген адамдар. Қазір бір көшеге бір жарты лепешканы тастағанда бөліп. Сырттан камерамен қарап тұрса, баяғы үлкен кісілер бар ғой, Союзды көрген. Нан үлкен ба, Құран үлкен ба деп жүргендер, негізі Құран үлкен. Бірақ олар нанның қадірін білген адамдар ғой. Солар анан еңкейіп алды дейді. Қазіргі жастар кетіп барады, нанның қоқымын көрсе, көріп кетіп барады, алмайды дейді. Неге? Олар шүкіршіл адамдар емес олар. Өйткені үйінде олар сондай тәрбие көрген. Балда әке шешелері бұндай нандарды сыпырып алып тастап, не істеген? Итке лақтырып жатыр, малға лақтырып жатыр. Мал жегенде жемеген қорада шашылып жатыр. Өтірік емес жігіттер бұл. Оны көріп өсіп кеткен бала не болып жатыр? Пайғамбар айтады, қиқымын көрсең де алып жеп қой, қайдан білесің? Берекесі сода шығар. Біздің берекеміздің кеткені мүмкін үлкен нандар қорада жатыр. Мүмкін береке сонымен бірге кетіп жатқан шығар. Неге біреуден іздейміз? Біздің жігіттер көтерілген кезде мен көтерілдім деп айтады. Өз ақылымен көтерілдім дейді. Құлаған кезде өз ақымақтығыммен құладым деп айтпайды. Біреу құлатты деп айтады. Көз тиді деп айтады. Біреу қарғады деп айтады. Жоқ. Сені құлатып жатқан сол шүкіршілдігің қараңызшы. Алла Тағала Құранда айтады, шүкір етсең арттырам. Міне мына жігіт бай шығар. Мен мынадан көмек сұрайын. 1 рет сұрайын, 2 рет сұрайын, 3 рет сұрайын. Береді ғой, 4-ші рет мынаның түрі бұзылады. Кім болса ол болсын. 4-ші рет, 5-ші рет сені көрмеймін дейді. Сені жолатпайды. Жек көреді сені. Ал Алла Тағала қараңызшы, сен сұрайсың, береді. Тағы сұрайсың, береді. Қараңызшы не дейді? Дүниең көбейеді ғой. Осы кезде сен сұрауды тоқтатсаң, Алла Тағала ренжиді екен. Неге? Мен мынаған беріп еді, мынау шүкір етуді ұмытты деп. Ал сіз дүниені Құдай берген сайын, байыған сайын сұрай берсең не болады? Алла бере береді, және айтады екен. Міне шүкіршіл құлым. Мен берген едім. Мен деп жатқан жоқ. Алла тағы берші деп қолың жайғаның не дейді? Мен бере берем дейді. Сен просто альхамдулилля, шүкір саған деш, мен бере берем дейді. Біз не істеп жатырмыз? Құдай берші деп сұрап жатырмыз. Бірақ Құдай берген кезінде өз ақылыммен жеткем, зорға жеткем, мен жеткем, ешқандай серік қоспаймын өзіме, бір өзім жеткем. Осылай жігіттер, ана үйдегі әйелдерімізге айтайық, нанның қоқымын тастамасын, нанның қоқымын алып, онымен құдіретті деп жатқан жоқпын, оны дәретпен ұста деп жатқан жоқпын. Балаңыз шүкіршіл болуы үшін көшеде жатқан нанның қадірі бар нәрсе ғой. Оны біздің баяғы өлген малдың терісін жеген аталарымыз біледі оны. Ал мына соңғы сөзімен де ағайындар. Бір ғалым кісі ауырып, өз-өзінен кетіп қалған кезінде бізде енді анау әртістікті өлтіреміз ғой, енді біреудің алдына барған кезде тақуалық мынандай маска, мына масканы киіп жүргеніміз болмаса, өзіміздің бетімізде итак бір маска тұр ғой, тақуа деген. Рас та жігіттер. Ғалым
кісі комаға түседі. Шәкірттері ана кісіні өлді деп ойлайды да, жатқызады да жүзін қыбылаға қарай қаратады. Сөйтіп дем салып отқан кезінде ана кісі өз-өзіне келеді да, сендер не істеп жатсыңдар дейді. Сонда айтады, біз сізді өлген шығар деп, бүйтіп от жатқызып енді басыңызды қыбылаға отып деп. Сонда ана ғалым кісі жылайды. Неге жылап жатсыз деген кезінде қараңызшы не дейді. Сендердің менің басымды қыбылаға бұрғандарыңнан не пайда, Алла қаламаса дейді. Сендер бұны бұра бересіңдер. Бірақ пайғамбар саллаллаху айтқан нәрсе, адам баласы қабірге түскен кезінде Алла Тағала оның жүзін оңға қарай бұрады дейді күнәһарлардың. Тозақ жәннат көрсетіледі. Сонда ол айтады екен, ақымақ намазхандар, айттық қой міне, олар ойбай намаз оқымасаң саған үйтіп кетесің, бүйтіп кетесің деп айтып еді. Міне оқымай-ақ жәннаттың есігін көрдік қой деген кезінде Алла Тағаланың періштелері дауыстайды. Алла Тағала айтқызады. Егер де Аллаға бой ұсынғаныңда еді, сенің барар жерің осы болар еді. Жүзін бұрыңдар бас жақтарға, сол жағына басын бұрыңдар. Алланың періштелері оның басын сол жағына қарай бұрады. Тозақтың бір бұрышы ашылады. Оның не болады? Оған тозақтың оты көрініп тұрады, оның жағдайы сондай. Біреулерге керісінше тозақ көрсетіледі. Оның үрейі ұшқан кезінде айтады, сен Аллаға бой ұсынбағаныңда сенің жағдайың осы еді. Енді Аллаға бой ұсынғандығынан сенің жүзіңді жоғары қарай, оңға қарай бұрамыз. Құранда асхаби шимали ма асхабу шимал деп Вақиға сүресінде айтып келеді ғой бұл нәрселер. Оңшылдар қандай оңшылдар, ал соңшылдар қандай солшылдар. Ямин мен шималдарды жайлы айтып келеді. Бұлар өте жамандар, солшылдар. Ал оңшылдар бұлар өте жақсылар. Олардың жүздерін Алла бұрады. Сонда ана ғалымның айтқан сөзі бәрімізге сұрақ. Сені жерлейді әкеп, туысқандарың кіреді, жүзіңді қыбылаға бұрады. Не пайда? Адамдар емес сен тағдырың шешетін. Адамдар үшін өмір сүрмей-ақ қойды. Алла Тағала қаласа жүзіңді сенің сол жақ қарай бұрып қояды. Алла Тағала оңшылдардан болуымыз нәсіп етсін. Мына көзімізбен көрген нәрсеге амал ететіндерден болсын. Әшейін тек қана сезімге беріліп келіп адамдармен бірге деп айқайлап кешке таман баяғы байғожаның таяғына айналып кетпейік. Көрдіңіздер ма? Міне не бір мықты деген адамдар өтіп кетіп жатыр ма? Ешкім емессің сен. Саған бізде адамдар қайтыс болса екі сұрақ қойылады. Қартайып па, ауырып па дейді. Осы сұрақтардың өзі қателік. Өлу үшін қартаю шарт емес. Алла Тағала сенің жаныңды алу үшін сенің денсаулығың бір тиын. Алланың періштелері тауларын былай жинап қоятын періштелерге сенің рухың түкке де тұрмайды. Уақыт келсе болды, кетеді. Бүгін бүткүл қазақ елінде ғана емес, қырғыз елінде, өзбек елінде, жалпы Орта Азия мұсылмандарында чоң жоғатуу болды. Белгилүү устазыбыз Абдуғапар Сманов көз жумду. Абдуғапар ажы катуу ооруп, 30-июнда ооруканага түшкөн. 1-июлда таңга жуук ооруканадан көз жумду. Маркум эмнеден көз жумганы тууралуу так маалымат айтыла элек. Абдуғапар Сманов 1970-жылы туулган. Устаздын өзүнүн эскерүүсү боюнча, ал жаштайынан тартып мыкты спортчу болууну максат кылып, бул багытта көптөгөн эмгектенүүлөрдү жасаган. Болочоктогу алым 17 жашында ядро оюнунда оор салмактагы ташты ыргытып, спортто 12 жылдык рекордду жаңылаган. Ошол жашында 16 килограммдык кирди 250-300 ирет көтөрө алган. Мындан соң спортто ийгиликтерге жетишүү үчүн дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган. Бирок буга атасы каршы болгон. Анткени көрөгөч атанын уулунун келечегинен күткөнү илим алып, элине кызмат кылуусу болгон. Бирок жаш жигит куштукка салып, атасынын айтканын көп этибарына албай, спорттогу жолун улай берет. Бирок атасынын ыраазычылыгы, ак батасы болбогондуктан бул спорттон анчалык ийгилик жарата алган эмес. Мындан соң атасынын колунда илим алууну баштаган. Кийинчерээк Кыргызстанга келип, илимин тереңдеткен. Ошондой эле өмүрү өткүчө адамдарды ислам динине чакырып келди. Устаз Абдуғапар Сманов казак элинин гана эмес, Кыргыз, өзбек элинин да жол көрсөткүчү, устазы болуп келген. Интернетке кыргыз элине болгон урматсыйын, жетишкендиктерин, дин жаатындагы алгылыктуу иштерин айтып, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган баяндарын көп айтчу. Устаз Абдуғапар Сманов өз дорунун белгилүү алымы, Орта Азия мусулмандарынын насаатчысы катары жакшы сөздөрү менен жүрөгүбүздө сакталып кала берет. Жакындарына, боордош казак бир туугандарга жана устазды сыйлаган мусулман элине көңүл айтабыз.